Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге асқабақтан үй жағдайында шырын дайындап көрсететін боламын. Және де асқабақтың адам ағзасына пайдасы мен зияны туралы толық ақпарат беріп өтемін. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы өте көп достар. Оны табиғи денсаулық эликсирі деп те айтса артық айтқандық емес. Асқабақ ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады және де қан айналымды жақсартады. Ағзаны витаминдер мен минералды заттарға толықтырады, холестеринді түсіреді, зиянды және токсинді заттардан тазартады, семіздіктен де арылтуға көмектеседі. Ішек жұмыстарын жақсартып, жүрек бұлшықеттерін қатайтады. Асқабақтың құрамында көптеген минералды тұздар, соның ішінде калий өте көп. Сондықтан несеп, жыныс аурулары, пилонефрит, цистит ауруларын емдеуге пайдаланады. Минералды тұздар, дәрумендер, органикалық қышқылдар мен пектиндердің үйлесімі күзде және қыс мезгілінде иммунитет табиғи түрде төмендеп, адамдарда депрессия, ұйқысыздық пен көңіл күйдің өзгеруі кезінде асқабақтың шырынын ішу өте пайдалы. Сондықтан видеоны жібермей мұқият соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей мен барлық асқабақтарымды жақсылап турап алдым. Менде асқабақтың килограммы 3 килограмм болып шықты. Енді оның үстіне 1,5 литр салқын су құямын. Отқа қойып, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Енді параллельно банкаларымызды стерилизовать етеміз. Мен духовкада 180 градуста 7-10 минут көлемінде стерилизациядан өткізіп алдым. Және де қақпақтарымызды да қайнаған суда парлап аламыз. Достар, егер сіздер менің арнама тіркелмеген, яғни жаңадан келген көрерменім болсаңыздар, менің арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, және де видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы жақын таныстарыңызға, достарыңызға бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Қазақша контенттің өсуіне өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Біздің асқабағымыз қайнағанға дейін осылай апельсин мен лимонымызды жақсылап тазартып, согынан ажыратып аламыз. Егер де сіздерде соковыжималка бар болатын болса, соковыжималкамен согынан ажыратып аласыздар. Болмаса мен секілді блендермен езіп, соңынан сүзгішпен сүзіп аласыздар. Достар, бұл шырынды міндетті түрде қыстың мезгіліне дайындап қойсаңыздар, ешқандай өкінбейсіздер. Себебі қыстың уақытында біздің иммунитетімізді көтеру үшін және де ағзаларымызды тазарту үшін дәл осы шырынды пайдаланамыз. Денсаулыққа өте пайдасы зор. Сонымен қатар бауырдың жұмысын жақсарту үшін, бауырымызды тазалау үшін өте пайдалы. Бұл шырынның пайдасын көру үшін 1 айдың мөлшерінде күнде таңертеңгісін 1 стаканның жартысын аш қарынға, ал қалған жартысын таңғы аспен бірге ішіп отыруыңыз қажет. Иммунитетімізді көтеру үшін және де денсаулығымызды нығайту үшін, бауырымызды тазалау үшін күнделікті осы 200 мл асқабақ шырынын ішуіміз қажет. Апельсин мен лимонның шырынын осылай сығып алдым. Енді осы кезде біздің асқабағымыз да қайнап бастады. Дәл осылай қайнағаннан кейін 15-20 минут көлемінде асқабақтарымыз піседі. Асқабақтар өте тез піседі, сондықтан көп уақытты қажет етпейді. 15-20 минут көлемінде қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей біздің асқабақтарымыз пісті. Енді осыны погруженный блендермен езіп аламыз. Және де достар, асқабақты пайдаланудың қарсы көрсеткіштері де бар. Асқазан ішек жолдарының жарасы бар адамдарға, холецистит, гастрит, панкреатит, ойық жарасы бар науқастарға дәрігермен кеңесіп барып қабылдағаны дұрыс. Мінекей достар, біз блендермен асқабақтарымыздың барлығын езіп болдық. Енді осыған лимон мен апельсиннің шырынын қосамыз. Және де оның үстіне қантымызды қосамыз. Қантты килограммына 100 граммнан қосасыздар. Менде 3 килограмм асқабақ болғаннан кейін мен 300 грамм қант қостым. Араластырамыз және де осындай лимон қышқылынан 1 немесе жарты шай қасық қосасыздар. Мен жарты шай қасықтан кішкене көбірек қостым. Жақсылап араластырып, бір қайнатып алғаннан кейін өшіріп банкаларымызға құятын боламыз. Мен бұл жерде асқабақты қабығынан ажыратып, дәндерінен ажыратып болғаннан кейін өлшеп барып қостым. Тек қана таза асқабақтың салмағы 3 килограмм болып шықты.
Мінекей біз ас қабағымызды араластырып болдық. Енді бір бұрқ етіп қайнағанға дейін қайнатып аламыз. Содан кейін отымызды сөндіріп, шырынымызды банкаларымызға құйып бастаймыз. Дәл осылай ыстық қалпында ыстық стерилденген банкаларымызға құйып қысқы мерзімге жауып қоямыз. Егер де шырын сіздерге қою болса, банканы ашқаннан кейін су құйып ішсеңіздер болады. Шырынымыздың түсі сондай әдемі, мөлдір және де дәмі де өте қатты, тәтті емес, бір қалыпты болып шығады. Егер де сіздерге қатты тәтті болғаны қажет болатын болса, қанттың көлемін кішкене көбейтсеңіздер болады. Мінекей біздің шырындарымызды салып қойдық. Ішінде мякоты бар, өте дәмді болып шығады. Мінекей менде 3 килограмм асқабақтан 4,5 литр асқабақ шырыны шықты. Ол сіздердің асқабақтарыңыздың тығыздығына және де сочнылығына байланысты өзгеруі мүмкін. Егер де сіздерде қалың етті асқабақ болатын болса, онда көбірек шырын шығуы мүмкін. Егер де сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде осы рецептпен дайындап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын!